Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Илюкешев Айбек Ергалиевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы арқан тарту, бүгінгі сабақтың тақырыбы бүркітшілік. Бүркітшілік ұлттық дәстүрі. Қазақ халқының ұлттық мәдениеті, ғасырлар бойы қалыптасқан рухани мұраның, салт-дәстүрдің және өмірлік тәжірибенің жиынтығы. Соның ішінде ерекше орын алатын, халқымыздың көшпелі болмысын, ерлігін, табиғатпен үйлесімді өмірін көрсететін дәстүрдің бірі бүркітшілік, яғни қыран құспен аң аулау өнері. Бүркітшілік тек кәсіп емес, ол қазақ халқының дүниетанымын, табиғатпен байланысын, ерлік пен батырлықты дәріптейтін ұлттық мұра. Бұл өнерді меңгеру үшін адам батыл, төзімді, сабырлы болуы керек. Бүркітші мен қыранның өзара сенімі, тіл табысуы, ғасырлардан жеткен ерекше құбылыс. Осы себептен де бүркітшілік халқымыздың рухани және мәдени қазынасының бірегей бөлігі болып саналады. Бүркітшіліктің шығу тарихы. Бүркітшілік өнерінің тарихы мыңдаған жылдарға созылады. Археологиялық деректерге қарағанда түркі және сақ тайпалары алғашқы ғасырларда ақ қыран құспен аң аулаған. Ал кейінгі тарихи жазбаларда Шыңғыс хан, Алтын Орда хандары, қазақ хандарының арасында қыран ұстау сән-салтанаттың, мәртебенің белгісі ретінде көрінген. Қазақтарда бүркітшілік көбіне жыртқыш аңдарды, түлкі, қоян, қасқыр, қарсақ аулауға арналған кәсіп болған. Бұл кәсіп көшпелі тұрмысқа қажетті тері, азық, киім алу үшін өте маңызды рөл атқарған. Бүркітшілікпен негізінен ел ішіндегі тәжірибелі ер азаматтар айналысып, бұл дәстүр әкеден балаға, ұстаздан шәкіртке мирас болып қалдырылып отырған. Қыранды қолға үйрету өте күрделі әрі ұзақ процесс. Сондықтан бүркітшілік қазақ қоғамында ең беделді, құрметті өнер ретінде қабылданған. Өнердің мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Бүркітшілік қыран құсты баптау, тәрбиелеу, аңға салу, оны күтіп ұстау, табиғатпен үйлесе жұмыс істеу өнері. Қыран құстардың ішінде негізінен бүркіт, кейде қаршыға, итауыз, лашын сияқты құстарда қолданылған. Алайда ең беделдісі алтын түсті, күшті, айбарлы алтын бүркіт. Бүркітшілік өнерінің негізгі ерекшеліктері. Құспен тіл табысу, оны баптау. Құстың мінезін түсіну және тәрбиелеу. Аң аулау шеберлігі. Табиғатпен үйлесімді өмір. Сабырлылық, төзімділік, дана көзқарас. Бүркіт жай ғана аң аулайтын құс емес, қазақтың түсінігінде еркіндіктің, мәртебенің, тектіліктің символы. Бүркітшіліктің негізгі ережелері. Бір қыранды таңдау және қолға үйрету. Балапан құсты ұядан алу немесе қолға түскен жас бүркітті үйрету. Оның мінезі, тегі, күш-қайраты ескеріледі. Құсты үйретудің арнайы кезеңдері бар: тұғыр үйрету, биялайға көндіру, томаға жабу, шырғалау. 2. Қыранды баптау. Құсты дұрыс тамақтандыру, оның салмағын бақылау. Қанатын, тырнағын күту. Оны күнделікті жаттықтыру, самғату. 3. Аңға шығу тәртібі. Бүркітші ат үстінде немесе жаяу түрде аң аулауға шығады. Қыранды томағадан шығарып, аңды байқап, белгі береді. Бүркіт аңға қона кетіп, оны бүріп ұстайды. 4. Қауіпсіздік және дәстүр. Бүркітшінің қолында міндетті түрде арнаулы биялай болады. Қыранның көзіне зиян келмес үшін томаға пайдаланылады. Құсқа қатты сөйлемеу, ұрыспау басты дәстүрлік талап. 5. Аң аулау мерзімі. Негізгі маусым күз және қыс. Жазда қыран түлейді, демалады, бағылады. Бүркітшіліктің тәрбиелік мәні. 1. Рухани және адамгершілік тәрбие. Табиғатты құрметтеуге үйретеді. Сабырлылық, төзімділік, өзін өзі ұстау қасиеттерін қалыптастырады. Жауапкершілік сезімін арттырады. 2. Ерлік пен батылдыққа тәрбиелеу. Аң аулау кезінде ептілік, шапшаңдық қажет. Бұл дәстүр жігіттің батырлық рухын қалыптастырады. 3. Дәстүр жалғастығы. Әкеден балаға берілетін өнер ретінде ұлттық бірлікті нығайтады. Қазақтың көшпелі тұрмысын, мәдениетін, рухани құндылықтарын сақтайды. 4. Психологиялық әсері. Құсбегі мен қыран арасындағы байланыс адамға сенімділік береді. Жеке тұлғаның мінезін шыңдайды. Қазіргі замандағы бүркітшілік. Бүгінгі күні бүркітшілік өнері қайта жаңғырып, Қазақстанның көптеген өңірлерінде арнайы фестивальдер, жарыстар, этнографиялық шаралар ұйымдастырылуда. Ең танымал шаралар:
Қансонар халықаралық құсбегілер жарысы. Этноауылдардағы мәдени қойылымдар. Туристік фестивальдер. Қазіргі құсбегілер ұлттық өнерді қайта тірілтіп, бұл мұраны ұлттық бренд деңгейіне көтеруге атсалысып жүр. Жастар арасында да қызығушылар саны артып келеді. Бүркітшілік Қазақстанның рухани байлығы ретінде ЮНЕСКО мәдени мұрасының тізіміне енген. Бақылау сұрақтары. 1. Бүркітшілік өнерінің шығу тарихы қандай тайпалармен байланысты? 2. Қазақ қоғамында қыран құстың қандай символдық мәні бар? 3. Бүркітті қолға үйретудің қандай негізгі кезеңдері бар? 4. Қыранды баптауда қандай талаптар сақталуы керек? 5. Аңға шығу кезінде бүркітшінің негізгі міндеттері қандай? 6. Томаға мен биялайдың қызметі қандай? 7. Бұл өнердің тәрбиелік мәні қандай бағыттарда көрінеді? 8. Бүркітшілік жастарға қандай психологиялық қасиеттер қалыптастырады? 9. Қазіргі заманда бүркітшілік қандай шараларда насихатталуда? 10. Неліктен бүркітшілік ұлттық мәдени мұра ретінде ерекше бағаланады? Назарларыңызға рахмет.